қаһарлардың соған да берген жоқ әрине, бірақ сол қаһарларды халықтың жүрегінде біздің жүрегімізді қалдық салды. Сол кісі айтып, соғысты іздесеңдер ана редакциясы Жамбылда іздемейді. Ол деді Жамбылда, Семейде соған Қарағанды жұмыс істеді, әскерде болды, Өзбекстанда айтты, қойған сосын сол есіме түсіп, мен Тараздың Жамбыл облысы арқылы хат жаздым. Жақында бір уақытта бір меселеге бір жаңағы қызметкерге бір жұман үшін маған хат келді. Иә, осындай кісінің біздің учетта тұрған, партияның учетта. Сол партияның учетта болған екен, мен партиядан күтіп отыр. Тақырбас күтіп жақсы. Армаған үстен білмейді. Сіздің бәленбай бір жылғы партия біздің студент тоқты қалды екен, сол жылы есептеді. Бұл кісі сөйтсем ол кісі сонда жаңағыдай өмірбайын жазған екен. Бұл кісі Семейде жұмыс істеген екен. Соғыстан кейін Семейге барып, ол жақта жаңағы Райсмакомның төрағасының орынбасары болған, қаланың істеген сөйтіп жақсы қызметтер істеген екен. Кейін шаруашылық қызметтерінде болып, совхоздың рабочий комитетінде жұмыс көрді. Ауылды жақта істеген екен. Қайтып журналистика орында. Бірақ бізге сол қызық болды. Бізде коммунистік журналистика деген институт бітірген екен. Алматыда бізде бір ажет істеген, бізде Қарқаралыда, Ұлытауда, қаланың өзі бастады. Сөйтіп оқысының өмір жолын тауып отыр. Маған бір том қылып, мынадағы 20-30 ақ кетті. Соның өмірбайын жазып, соны мен 30 ақ деген. Жүз отырған материал шығарды сондай біз мына 20 деген мақала, мен бұл мақалдарды бұл кісілер туралы бұрын жазғам да мен мысалы міне ойрандар деген мақала, бұл жаңағы 30 жылдардағы редакторларға тағдыр берді. Редакторлардың жаңағы қызметкерлерімізді тағдыр. Осыны қарап алсаңыздар, көбі газетшінің Қасиет Бөксөтті кісі. Бұл кісі біздің газет 34-36 жылдар редактор болған. Қалалық кезде. Сөзден 36 жыл облыс ашылғаннан кейін, облыс екіге бөлінгеннен кейін, Петропавл қаласы солтүстік Қазақстан облысы болып табылады. Бұл кісі сол Петропавлға облыс кезінде редактор жоғарғы жүрді. Бірақ бір жылдан кейін бұл кісіні мына саяси қатерлер жерлер деген немен атып тастайды. Сөзді күшетті осы оңтүстік кісі. Социалистік Қазақстанда редактор болып істеген екен, редактор орынбасары. Сондай бір тамаша, өте бір сауатты адам болған. Бірақ жаңағы атып тастаған. Соны мен де іздеп. Одан кейін осы егемен Қазақстан газеті тағы осы жақтың бір ғалымды зерттеп, екеуміз осы екі жақтан осы кісінің тағдырын анықтадық ақыры. Ана бір архивтің документтерінде бұл бәрі айтып жатпайды. Архивінде бүйтіп жазған екен, Вдов. 37 жылға өзі жазған несінде. Ояд 37 жылы қалай Вдов соғырды үйлеуін өген десе, атасы соның алдында әйел Райсым болды. Екі баласы алған, сол балаларын тағы да жазды. Мынан ішінде мысалға біздің ең алғашқы редакторымыз Хамит Сағынов деген кісі болған, онда 31 жылы бір 2 жыл аяғын істейді. Сосын Балқашта барып жұмыс істейді. Балқашта алғашқы газет шығарушы болады. Бұл 37 жыл бұл кісі ұсталып кетеді. Бірақ 40 жыл ақталды. Содан кейін Темірғали Мұтаж деген кісі, мына кім кандидат диссертация бақты. Сол кісі Ленинградтың коммунистік журналистика институтын бітіріп 36 жыл келді, біздің орталық Қазақстан газеті соңғы редактор. Жаңағы Сейіт Петропавл жерінде орталық Қазақстан редактор. Андақтан алып келеді. Бірақ бір жылдан кейін ол кісіні алып тастайды, өйткені ана соның екі орынбасарын атып тастайды. Жаңағы Қарағанды істеген атақты Асылбековтердің Қарағанды істеген болды. Бұнда енді саяси басшылық жасай алмады деген сұрағымыз. Осыны соттайды, ақыры 41 жыл оқыс ақталады. Бірақ ерік жігерінің арқасында партияны қайтарып, институт бітіріп, ғылымда институтқа бұл кісі белгілі ғалым болады. Белгілі филолог қалды. Осынысында тағдыр кісілердің тағдырларын біз жазып. Мысалы тағы бір қызық оқиғаны айтайын. Мысалында елмен үшін айтты, Пісіпбек Жұмағұл деген редактор болған. 1900 жаңағы кімді алып тастағаннан кейін Жұмағали кетіп қалып тастаған, Пісіпбек Жұмағұл деген кісі редактор шықпайды соғыстың алдында. Дәл соғыстың қайнап тұрған кезінде 1941 жылғы 23 августта тамыз дейміз.
Надо bir тастың истории. Позорный провал компании по вербовке добровольцев в кавычках. Норвегия деген мақала тасты. Берді. Ол кезде бізді қазір айтып бар университет қазір ол кезде телетайп берілетін қазір интернетте оласа ай біреулер аударып тұр немесе бір орталық бізде қазтақ деген болды қазір бұл тағы осындай жерлер жерлер бар андай адамдардың өздері аударады немесе келген материалдың өзін мына бас жағалап қойсын басады мынаны керек сонда мына аударған екен ғой жаңа сөз Норвегияда ерікті әскерлер құрастыру компаниясының масқаралық түрде іске аспауы деген сөзді компания деген сөзді компартия деп жатыр байқамай әріп берушілер қателер корректорлар байқамаған корректорлар олар нені ғана қарайды көбінесе ана әріп сөздің ішінде әріп қатесі болмасын ал кейде ана аңғармайды сөздің бағасы бұзылып кеткен масқара ғой компания Бернайт қызын қазір не етеді? Нұрболдар танысып отыр. Тағы айтайын беді. Сосын соғысын жаңа қызметін алып тастайды. Соғысын қайдақ тұрған кезде. Қайта алып тастамаған дегізді. Сонда неше бір қызық жағдайлар болған редактордың өмірінде. Газеттерін осылай біледі. Оны біздің кездерде шығару өте қиын болатын. Өйткені әрбір жол қорғасын еттерді. Біз әуелі оны қолмен жазамыз, содан кейін машинкаға басамыз өйткені әріп беретін адамдарды бұл орыс әйелдері болады. Ал прауыз қазақша білмейді, бірақ анан қарап отырып та соны келеді. Сосын жаңағы түзетеміз. Сонда мына жолдың кісілер бір қате кетсінші, орталық Қазақстан деген сөзді. Бұл жол қате жерді. Қорғас ол бірге тұратын нәрсе, бір жол. Қазір рахат компьютер деген кейін сонда технология өзі болды газет тұндысының шығатын болды қандай журналға жақындап қалды журнал дегендер мысалы бұның әдісі басқаша мысалы әдісі көтерілді басында жұмыстар журналдар басқаша әдіспен басталды оларда өзінде полиграфияның қызықтарын қолданған әдістер сондықтан да 90 жылдық тарихы болды біздің газеттің Талай-талай оқулар болды, жаңағыдай 90 сол негізінде ішінде 20 редактор болды. Міне осыны ұзағына қалам ішінде сол 20 редактордың да басқа да қызметкерлердің тарихын, жалпы кімдер істеді, қызметкерлердің аттарын атау керек. Бұл жерден де газетте орталық бүгін 23 нөмір әр жаққа 23 мына газеттің ісі қарасаңыздар алып қайдасыз? Сол 20 редакторымыздың не фотографиясы 21 екен. Жеті бар, 20 ең мағауа Сербай кісі бұл кісі одан кейін қамбар деген кісі Ахмет деген кісі. Осында ол медиахтардың тұрғыдан тұрған мастер болды. Одан кейін жағын университетінің мұсабекті кісі. Сол 20 редактордың тарихын ұлдай еттеп келтіру мүмкін. Орыс оқырмандар ісіне сияқты редактор жасағаннан кейін сонда көрдіңіздер біздің әрбір 10 жыл кейінгі әрбір 5 жылда біз сол газеттің тарихын ардайын өңіреміз. Анда кітаптар шығарып жүрміз есіне қарай биыл да бір кітап шығаруға тиіспіз әлі негізі салтанатты облыстың басшылығы қолдатымен жинағы тісіндегізі содан кейін барып салтанатты жиналыс шығар қызметкерлерге біздің қазір кісілер жоқ қызметкерлерге грамотасын беретін шығар мындай салтанатты жиын болады біз соған дейін жаңағы кітап біздің ойымыз бар енді мен қазір мына сүйіндік жансыбай деген кісі газеттің ардагері бұл екеуміз қазір зейнеткерміз бірақ қатысып тұрамыз бізде бір ардагер газеттің шетінде материалдар айтады сол үшінші ардагер кісі иншалла мынау қамбар ахмет Жақсы құрметті қонақтар, кешімізді бастай береміз.
Ләззат Қожахметов проходы тұрым кәсіпкер қаламды бастай беріңіздер деп рұқсат етті. Қарағанды қаласы мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің қолдауымен Қарағанды қаласы орталықтандырған кітапхана жүйесі өлкетану бөлімінің өлке тұлғалары тележобасының бүгінгі ғибратты жолдың ғанибеті атты дөңгелек үстел кездесуі орталық Қазақстан газетінің 90 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Кездесудің мақсаты орталық Қазақстан газетінің 90 жылдығына орай жазушы журналистерімізбен кездесу кешін ұйымдастыра отырып, өнегелі өмір жолдарын жастарға үлгі етіп, ғибратты өмірлерінің қыр-сырын аша отырып, еркін кездесу кешін өткізбекпіз. Кездесуге шақырылған қонақтар облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегері ардагер жазушы журналистермен бірге арнайы қонақтар шақырылған. Арнайы шақырылған қонақтар Сарыарқа ақпарат медиа холдингінің бас директоры, жазушылар одағының мүшесі, журналист, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі Қамбар Ахмет. Облыстық орталық Қазақстан газетінің бас редакторы, Қазақстан журналистер одағының сыйлығының лауреаты, облыс әкімінің алтын сұңқар тілім айталманы сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі Ерсін Кәрібайұлы Мұсабек. Келесі. Жазушылар одағының мүшесі, журналист, Қарағанды хабар газетінің бас редакторы, президент жанындағы ұлттық қоғамдық кеңестің мүшесі, Тал бесік көпбалалы аналар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі, Шаңырақ көпбалалы отбасылар қолдау орталығының директоры Ләззат Қожахметова облысы қазір кеп қалады. Сонымен қоса бүгінгі кешіміздің ардагер жазушы журналистері арнайы шақырылып отырған, алтын сұңқар сыйлығының иегерлері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Бұқар Жырау ауданының құрметті азаматы, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, алтын сұңқар сыйлығының иегері Аман Жанғожин. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның құрметті журналисті төсбелгісімен алтын сұңқар сыйлығының иегері Серік Сексенов. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының құрметті журналисті, облыс әкімінің алтын сұңқар және алтын жолақ сыйлығының иегері Сүйіндік Жаныспай. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан құрметті журналисті төсбелгісі, алтын сұңқар тілім айталманы сыйлығының иегері, Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі Сағат Батырхан. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, Қазақстанның құрметті журналисті, Нұр Отан партиясының Нұр Сұңқар облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығының иегері, алтын қалам сыйлығының лауреаты Әли Тойжігіт. Бүгін кешке біз төраға Майрас ағамызды шақырған болатынбыз, ол кісі бірақ бір себептермен келе алмайтынын айтты. Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің осы кездесу кешімізге келіп отырған академик Евгений Букетов атындағы Қарағанды университетінің филология факультетінің студенттері, біздің ұлы жазушы журналистеріміздің ғибратты өмірлерімен жан-жақты танысу мақсатында арнайы жастарымызды шақырған болатынбыз. Алғашқы құттықтау сөз Сарыарқа ақпарат медиа холдингінің бас директоры, жазушылар одағының мүшесі, журналист, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі Қамбар Ахмет мырза сізге берді. Көп рахмет. Құрметті студенттер, құрметті ардагерлер, мынау тағы жақсы шара ұйымдастырылып отыр. Енді айта кету керек, осы жерде ақпарат үшін бәріміз ақпарат саласында жүрген балалар екен. Біз енді жазушылар одағының мүшесі емеспіз, журналистер одағының Журналистер тағы сол бүгін тамаша бір мазмұнды шара ұйымдастырылып отыр. Біз бұл шараға қарап орталық Қазақстанға деген оқырманның ықыласының ортаймағанын көріп қуанып тұрмыз. Екіншіден
осындай іс-шараның кітапханада өткізіп жатқан қуантады. Кітапхана деген рухани орда, оқырман мен жазарман қауымның арасындағы бір алтын көпір десе де болады. Осындай іс-шараны өткізу жөнінде бір айдан астам уақыт бұрын Айткүл Төлеуғанқызы бірнеше рет өтініш жасады. Өздері арнайы шақырып отыр. Біз үшін деген үлкен құрмет. Осы мерейтойлық жылдың аясында өздері бастама көтеріп, тек қана осы кітапхана емес, біздің басқа да рухани орталықтардың көпшілігі осы жылдың басынан бері осындай іс-шараларды өткізіп келе жатыр. Мысалы, бізде түсінікті болу үшін айта кетейік, Қарапа ақпарат медиа холдингі құрамында қазір индустриямен қарағанда орталық Қазақстан газеттері бар, Қарапа ақпарат агенттігі және жекелік жобасы деген 4 редакция бар. Соның ішіндегі сол медиа холдингтің негізін қалап тұрған орталық Қазақстан газеті және индустрия газеттері, индустрияның қарағанда екеуіне де 90 жыл толып жатыр. Біз енді бұдан бұрын Теміртауға индустрияның қарағанда газетін Теміртауда тұңғыш президент орталығы арнайы шақырып үлкен көрме өткізді. Өткен жылы орталық Қазақстан газетін Қарағанды университеті арнайы шақырып, сондағы орталықтың авторларымен кездесу ұйымдастырып, өзек сый-сияпаттарын жасап осындай үлкен көрсеткен болатын. Енді бүгін сондай үлкен шараны өткізіп жатқан Қарағандының орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне біздің алғысымыз шексіз. Бұның енді маңыздылығы бұл жиын әсіресе осы студенттерді шақырып отырғандары өте жақсы. Өйткені газет пен оқырманның арасындағы алтын көпір осы жастар болмақ. Аға буын осында газетті оқиды. Жастардың осындай кездесулерге жиі қатысып газеттің маңыздылығын білгенін дұрыс деп ойлаймын. Әрине газет туралы көп айтуға болады, орталық Қазақстанның жеткен билігі туралы. Бұл біздің Қарағанды өңірінің, Арқа өңірінің шежіресі. Осы орталықтың 90 жылдармен бірге осы өңірдің 90 жылдық жылнамасы жүйелі түрде жазылды деп айтуға болады. Басқа ешқай жерден сіздер ондай жүйелі жазылған жылнаманы таба алмайсыздар. Міндетті түрде бір тарихи оқиғалар болсын, елеулі сәттер болсын, біздің халқымыздың күйініші де, сүйініші де барлығы да сол орталық Қазақстанның тігінділерінің ішінде қатталып тұр. Ол дегеніміз үлкен қазына. Осы жерден біз газеттің маңыздылығын көреміз. Әрине қазіргі күні жастар ойлап отырған шығар. Бұл пікірді біз жақсы білеміз. Газеттің күні өтті, ол кеше күн кезек интернетте, әлеуметтік желіде деген. Бірақ осы бір орталықтың тігінділерін қарап отырып, ол пікірдің жаңсақ екенін көруге болады. Өйткені басқа әзірге ешқандай технология жоқ, осындай жоғалмайтын деп сақтай алатын. Мен өзім бұған дейін де тағы кездесулерде айтқан, бірнеше сайтта жұмыс істедім, ақпарат агенттігінде. Ол жерде де жаңағы қанша дегенмен сайтты үнемі модернизация жасап тұруға тура келеді. Бір жыл сайын, екі жыл сайын оның дизайнын өзгерту керек, оның құрылымын өзгерту керек. Ол да жаңағыдай оның да бір белгілі бір мөлшері бар. Мөлшеріне жеткен кезде оның да жаңағы хостинг дейді, серверлік сол ауыстыруға тұрды. Сондай кездерде бірнеше сайттағы ақпараттардың жойылып кеткенін өзім көргем. Ол қаншама еңбек кетті деп орталық Қазақстанда сақталған дүниелер, ол әлі күнге дейін ешқандай өзінің құндылығын жойған жоқ. Келер ұрпақтың да кәдесіне жарай берді. Енді 90 жылдықта әртүрлі іс-шаралармен өткізіп жатырмыз. Дегенмен тағы ондай іс-шаралар болсын, той-тойлаудан гөрі біз енді журналистер арасында, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарының арасында жылдың басында үлкен спартакиада өткізіп, оны ұйымдастыруға орталық Қазақстан газетінің жылы өте белсенді атсалысты, жоғары деңгейде өтті. Сол газеттің жылы жарыста бас жүлдені жеңіп алған. Тағы да бір тағылымды іс-шара 90 жылдықта 90 ағаш ектік. Осы қаламыздың бір көшесіне қайырымдылық акциясын жасадық. Енді газет ұжымы өзінің үлкен жинағын дайындап жатыр. Оның ішінде орталық Қазақстанның даму жолы, ондағы біздің ардагерлеріміздің еңбегі барлығы қамтылады. Әсіресе біз бүгінгі іс-шараларға осы
ардагер аға буынды шақырғандарыңызға риза болып тұрмыз. Негізінде бұл тойдың кезінде сол кісілер көбірек сөйлеу керек, сол кісілерге көбірек құрмет көрсету керек. Өйткені бүгінгі жетіп жатқан жетістіктердің барлығы ол негізінен де сол алдын аға буынды жасап кеткен дүниесі. Біз соны әрі қарай жалғастырушымыз. Сондықтан да мынау көп рахмет айтамыз. Енді дегенмен осы ардагерлеріміз көбірек сөйлесе, сол сөйлесе. Жақсы, рахмет. Шертпек үйдің шебері тәттімбет атмасқан ардагерім. Шығарған қырық күйін өрім-өрім, арқада ода асқан күйші бар ма, сусын қандыратын туған елінде жырға қосып бір жансал жырлағандай тәттімбеттің күйін назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Есіл телестудия домбыра бөлімінің мұғалімі, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты Темірбаев Есіл Бағдәулетұлының орындауында тәттімбеттің күйі Бозайғыр. Құрметті ардагер кеш қонақтары, кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз бүгінгі жастарға үлкен өнеге, сондықтан бүгін еркін отырып сыр шертеміз деген үлкен үміттеміз. Орталық Қазақстанның 90 жылдығына байланысты 9 түсті ұятшық таңдап алынды. Алдарыңызда тұр, мен 9 түсті ұятшық. Осы ұятшықтың ар жағында әртүрлі сұрақтар бар. Бұл сұрақтар сіздердің өткен кештеріңізді, өткен уақыттарыңызда естеріңізге түсіреді. Өйткені сіздердің өмір баяндарыңызбен сырласатын болсақ, ол бір таңға жетпейтін жыр деп ойлаймын. Сондықтан да ардагер журналистер, сіздер бастап кез келген бір түрін таңдайсыздар, сол сұрақтың артындағы әр жағындағы сұраққа жауап бересіздер. Ал енді ардагер журналистер бастаңыздар. Аман жолыңыздар. Қызыл, ең бірінші қызыл. Журналистика, баспасөз бостандығы, еркін сөз бостандығы деген ұғым бар ма? Сіз не айтар едіңіз? Журналистикада баспасөз бостандығы, еркін сөз бостандығы деген ұғым бар ма? Сіз не айтар едіңіз? Өткенде ерсіміздер өткен қағасының соңдар
bir интервью хабар газетіне сонда айтады ғой газеттеріміз тәуелсіз әуелдердің тәуелсіз баспасы деген сияқты сөздер айтқан бостандық деген әрине үлкен ғой баспасөз мен жаңа айттым ғой сіздерге Нұрмахан Оразбековтың бір оқиғасын жаңа кешірім болған кезде сол кісі соған ашық мына орта азиясын бұларында ғой бүкіл тиімді бөлігінде тіпті орыс тілді орыс тілі дегенде олар басыр олар көп тиражды көп салынды көп сол газеттер ауыздары ашылмай қалған кезде біздің орталық қазақстан газет қазақ тілі деген газет сонысымен ғана аты шықпай қалды әйтпесе сол біріншіге қарсы шығып бұл 1991 жылы 19 тамызында шыққан газет төңкерістен шыққан міне сол кезден біздің газеттердің осы жалпы еркіндік басталды сол кезде қайта рөл дейміз сондықтан да әртүрлі мағынасы бар жаңағыда ішінде де біз партияның газеті болдық кезінде иә сол 91 жылға дейін еркін жазатынбыз бірақ сол партия органының сол өзінің баспасөз жаңағы өзінің басшыларын сынай алмайсың ол кезде партияны мақтайсың көптеген мақалалар КПСС-тің бәленбай тарихи 24-25-26-28 тарихи ішіндегі басталады сол сияқты кейін жарайды тәуелсіздік алдық дейік газеттер еркін жаза бастады бірақ бәрі бірте онда қойғызды өйткені мысалға елбасымыз айтты әуелде экономика содан кейін саясат деген сияқты сондықтан ол деген сөз экономиканы ұлттық жасай тұрмысымызды сондай жағдай бермеңдер ертең түзеледі бәрі деген сияқты саясатқа кейін көшеміз сайдау анау мынау деген сияқты екінші кезекте деген сияқты бір жағынан ол кісі дұрыс та болды сондықтан да біз мына газетшілер бір жағынан сол билік органына нұқшыдай болдық екінші жағынан халықтың арасында халықты да біз қолдап отырдық халықтың мұң мұқтажын жырладық деген сияқты сондықтан да біз халықпен сол билік арасындағы дәлелдер халықпен билік арасында байланыстырып болып жүрдік газеттің атқаратын рөлі көп әлі тәрбиеші қоғамда болады мысалы жастарға қалай әңгіме айтамыз мысалы осындай кездесулер болады сонда газеттің атқаратын қызметі жаңағыдай жас ұрпақты тәрбиелеу тарих арқылы тәрбиелеу керек шығар қазіргі жастар көбісі айтып жатады енді тарихты білмейді деген сияқты жаңа мен 18 съездің дестерге сұрап жатқаным сол партияның съезін сол съез арқылы жаңағы газетші газет істеген адамдар сол өзінің саясатын біліп отырады жиырмасыншы съезіне мен естіген Сталиннің жеқасын табылды мысалы Қашқарияда жиырма бірінші съезіне мен естіген әрбір съезді өзіміздің енді қазір нұр отан партиясы құрып отыр ол съездерді мысалы есте қалған жоқ емес мен мысалға 27 съезд болды ма КПСС партия 27 соның әрқайсысын мысалы білем қай уақиғаға байланысты болған екен сондай бір партия сол кездегі оқу білім беру несі сондай болса адамға түсіндіре әрбірінің маңызы соған байланысты елдің өміріндегі оқиғалар болып отыр сондықтан да жастар қазір ел өміріндегі оқиғаларды елдің басынан кешкен оқиғаларды біліп отыру керек мысалы қазақ халқының қалыптасу кезеңінен бастап қазақ халқы құрылған кезден бастап одан кейінгі борандық дәуір болды біз ресейдің модалында болдық одан кейін жаңағы октябрь қазан төңкерісі совет үкіметінің құрамында болдық ол кез қандай есіңізде қалды ол кез бір жағынан қарасаңыздар осы қарағанды жаңағы басқа да өндіріс өлкелер дамыды теміржолдар салынып теміржолдар қарасаңыздар қандай бір ақ бағытта салынған солтүстіктен оңтүстікке қарай оңтүстіктен солтүстікке қарсы деген сияқты мысалға қарағандының көмірі осы жақта темір магнитикаға қарай қарталы ақмола деген теміржол салынды соғыстың алдында сол мысалы біз сонда аға бостандық та бар еркіндік те бар дейсіз ғой журналистикада иә жақсы кішкене мен осы айтып кетсем осы мәселе туралы мына бізде оқырман осы кейде сөз бостандығы дегенді дұрыс түсінбейді мысалы бізде сөз бостандығы да бар сөз еркіндігі де бар сол сөз бостандығы екен деп сөз еркіндігі екен деп кейде шектен шығып біздің журналистер кейде оппозицияға кетіп қалатын бар біздің өзіміздің белгілі бір шектеу
шегіміз бар. Мысалы үшін біздің облыстық газет облыстың өзіміздің деңгейімізде соған орай өзіміздің алға қойған мақсатымызды жүзеге асыру жолындағы соны еркін жазса, сол еркін сөз бостандығы. Ал одан артық мына оппозициялық газеттер бар, мысалы ДАТ газеті бар, Свобода слова деген бар, біздің қазіргі Жасалаш бұрын ел жас болған. Міне солар біз еркін айтамыз деп, тіпті жаңа кейбір мемлекетімізде жүріп жатқан жақсы жұмыстардың өзін өңін айналдырып халыққа тез түсіндіреді. Мысалы бір жерде завод салынып жатса, бұл заводтың керегі не? Осыған кеткен ақшаны неге халыққа бермейді? Халықтың әл-ауқатын неге көтермейді дейді. Ал бұл жерде бір халықтың әл-ауқатын көтеріп жатса, жоқ, мыналар мына деріс істеп жатқан жоқ, бұлар өздерінің қалтасын толтыру үшін бұлар істеп жатыр. Сөйтіп міне сөз бостандығы, сөз еркіндігін дұрыс пайдалану керек, дұрыс түсіну керек. Міне мен айтатыным осы мына сөз. Жақсы. Рахмет, ары қарай таңдаңыздар. Секе таңдайсыз ба? Жасыл болсын. Жасыл. Бұрынғы журналистика мен бүгінгі журналистиканың қандай айырмашылығы бар? Жақсы ғой. Бұрынғы журналистика деген енді біздің заманымыз ғой. Иә. Ол кездегі жағдаймен қазіргі жағдай бірдей емес. Ол кездегі ана жол естеліктер алған, сонда айтқан. Ол кезде жайылып жалпылап командировка болып барады. Қазіргі интернеттен алып баса бермейсің. Саған айтады, анау 2 шақырым, бәлен 3 шақырым болды ол кезде мысалы қатар. Бәлен жерге барып бар, сол жақты жазып келді. Сонда оға кетесің, соны салдырап. Сен асыңдар, мен сондай жағай көреді. Осының оның бәрін келіп бересің деген сияқты. Бүгінгі одан бір жеңілдеді. Қазір енді мен анда-санда болады командировкаға жігіттер шығып жазып. Қазір түгел дамыған заманға байланысты келді. Техникаға байланысты көбі. Жақсы, рахмет, келесі. Biz Katar gezdik mi? Жасыл, төменгі жасыл. Төменгі жасыл, қою жасыл, қою жасыл. Студенттік шақ, демаш кезеңдер, думанды күндер есіңізде не қалды? Сол кезеңізден аға бір жақсы, тәтті бір, түйінді бір жақсысын айтсаңыз студенттерге. Біз мына жерде мынау әкіметтің алдындағы бульвар Мира 35 осы жатақханада тұрдық. Енді мына бульвардың бойы біздің мына пединстің жігіттерінің ол кезде солардың сайран салатын жері деп айтуға болады. Жоқ, ол жақ политехқа біз онша неге дес бере қойғанымыз жоқ. Біз пединстің жігіттері жүрген жерде политехтің жігіттері көп жүре қоймайды. Физкультура институтының жатақханасында айтып қойсам сол ғой. Тем более мына жерде біздің жатақхананың алдынан өтіп жатса, олар таяқ жемге кетпейді. Сондай сақтарымыз болатын біздің. Қимас кезеңдер. Сол кезде қимас кезеңдер. Қимас кезеңдер сол махаббат жағында барын қарасам. Махаббат деген болады ғой. Бұл кезде қызық кештер өткізетінбіз. Біздің сол жатақхананың өзінде кештер болатын. Өзіміздің әдебиет үйірмесі деген болатын. Жоқ, ол кезде біз баласы ол кезде жоқ. Просто әдебиет үйірмесі дейтін, аты жоқ, ана Зәкен келеді, садан тастайыз, келіп бәріміз жиналып, білім-көрімізді оқып, әңгімелерімізді оқып, сөйтіп кететінбіз. Содан кейін оның артта биге ұласады, өзіміздің баянистеріміз бар, солар баян тартады. Сол әлгі проигрыватель деген болады ол кезде, пластинка ойнатып қоятын. Соны алып келемізді, әрбір бөлмеде болатын, ондай соны алып келіп пластинка қойып, соны сол кезде, жаңа шыққан кезде әлгі Досым Қасанның соның әндерін әлгі Қарагөз. Жоқ, қойсында жақсы күндерде сол қойып твистен ешетіп билетіміз Студенттік кездің жақсы бір кездері. Жақсы, келесі. Енді Сәкен, сіз таңдаңыз.
Ардагерлер жіберіп жатырмыз. Ең алғашқы тырнақалды мақалаңыз не жайында болды? Басылымға шыққанда қандай әсерде болдыңыз? Сіздің анаңыз қандай сезімде болды? 20 ғасырда қалды ғой. Еде сізге сұрыңыз соны. Бұл ең алғашқы мақала 7-ші курста жазылған. Қазақстан белгілі ма? Жоқ, аудандық еңбек туралы 3 мақала шыққан бірдей. Көктемде ол кезде озат оқушыларды неге апаратын каникулда саяхатқа, соны батыр қалдырға деп Харьков, Москва, Севастополь, Волгоград деген 4 қалаға барып келді. Сосын қазақ әдебиет немеренің мұғаліміміз марқұм Болатбек Дәшевтен ағайға сол сияқты күнделік жазып келді. Оны айтып деп ойладым да, не жай тәсіліміз бір дәптерге күнделік жазып, қайда жазып, естедік, қайда қойдық, барымызды қалай жедік, қызбалымызды қалай кезекте тұрдық. Ленин атамыз көрімізден. Соны бәрін жазып келдік. Алып келдім дәптерге, оқушын дәптерге. Сосын ағайып жүріп кеттік. Апарып газет редакциясына апарып дәптерді берді, одан шығарыңдар. Содан біраз уақыттан кейін бірден кейін 1-3 мақала шығарып сөйледім, мен енді керемет данып болып кеткем. Қалдым ғой. Сол сөйтіп, сосын ойладым ғой, өзім журналист болады екен осыдан бері. Сөйтіп, менде қандай сезімдер болды, адам ойлаған шығар, менің балам керемет екен деп. Жақсы жаза бер осылай деген сияқты болды. Кейін сосын Қазақстан пенделді жаңа өзіңіз айтқандай, одан кейін жаңа мектептің жаңалықтарын, енді өзінде белсендіміз ғой мектепте. Алдымен пионердің белсендісі, одан кейін комсомол болды, сендердің бірін көрген жоқсыңдар, комсомол болғандысыңдар, сол қандай жақсы шаралар өтеді, соның бәрін жазады. Керемет шығымызда мақталар. Жақсы, рахмет сізге қалған. Бір минутке қосып, ана жерде ең алғашқы тырнақалды дейді. Мен сағаттың ең алғашқы біздің радиодан бастады алғашқы. Соны ең алғашқы хабар, қандай хабар дегенді мен айтқым келіп тұр. Осы 78 жылдың октябрь айында осы октябрь 9-ында келді. Сразу келесі мына облыстық радионың жерде тұр. Просто қазір аска дейтін бір сақтан не бар. Содан мен онда істеп жатырмын. Содан жаңадан келген кез ғой, ешкімді білмейді, білетін жүріп кеттік. Хабар дайындап келейік деп. Содан Әлеке ойлап жүрген, мен жұмысқа шықпаған ойлаппыз деп. Ойлаппыз деп жүріп қайдан білеміз. Содан мен екі ауылдағы Сұрыматының жерде Келман совхозы бар, Амангелді совхозы. Онда мал шаруашылығымен айналысады, мүмкін білесіздер, білмесеңдер. Сонда мәдениет дейтін ағамыз бар, соған директор Күләміров дейтін. Соған бардық. Барса, как раз сол кезде жаңағы жылқы өсірген ит сауыншылар тұрды. Кейін мені таныстырдым, осында жаңада келгенбіз, чөпаресіміз. Онда өзінің қамшылар жағынан как раз жақсы болды. Содан кейін сауыншыларына барып репортаж жазды. Соны алып берді, бармағаннан бал тамған сауыншылар деген репортажын атау сөйтіп қойды. Сөйтіп келесі оперативмен радиоға дайындап берді, мынандай шықты. Енді жаңағы сезім дегеніңіздер адам. Содан бұл сезім қалай болды? Ойбай, мықты журналист екен, жаңада бітіріп келген, бәріміз сезім қалды. Жігіті бар ма жоқ па білмеймін. Содан бір күн сөйтіп таңертең қуанып тұр, жақсы болды. Сөйтіп как раз оны кімнің Сағат апаларының туған күні. Қой жаңағы мақаланы, сондағы сезімнің орны білді. Сіздің анаңыз қандай сезімде болды? Әрине бәрімізде аналарымыздың қай болсын, аналарымыздың көп қуанышта, көп құрметте. Ендеше бәрімізде аналарымызды еске ала отырып, қазір осы Шәмші Қалдаяқовтың ана туралы әнінің жұмағын бәріміз қосылып айтып жіберейік, қыздар қосып жіберіңдер караоке. Аналарымызға деген құрмет болсын біздің. Жасақ. Мұны білмейтін қазақ жоқ шығар енді. Бәріміз анамызды салып ойларымызға өседі. Сыйладың сен маған, даланың әр гүлін. Жинадың сен маған,
Қонақтар бізде осымен қоса қазір оқырмандарымыз қосылып отыр. Нөмір 11-ші филиалдың оқырманы Жаманкулова Зайып апамыз отыр. Қазір сөз кезегі сол кісіге филиалдарда тыңдай отырайық арасында. Сұрақтарымызды жалғастырамыз. Нөмір 11-ші филиал сіздерде. Зайып апа, сізде сөз. Мен Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің 11-ші филиалының тұрақты оқырманымын. Осы кітапханаға келіп орталық Қазақстан газетін жиі алып оқып отырамын. Газет өзінің мақалаларымен бірнеше буынды тәрбиелеуге атсалысып келе жатыр. Әрдайым оқырманның көңілінен шығып, барлық мәселелерді қозғап, ұлтымыздың ойын оқырмандарға жеткізіп отырады. Облыстың тыныс тіршілігін, халықтың мәселелерін осы газет арқылы біліп отырамын. Сондықтан да газет ұжымына толағай табыс тілеймін. Құрметті орталық Қазақстан газетінің ұжымы, сіздерді және барша оқырмандарды орталық Қазақстан газетінің 90 жылдық торқалы тойымен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Оқырмандарымыз әлі де әрі қарай жалғастыра береді деп ойлаймыз. Енді келесі нені алайық? Әлияға сіз жалдаңыз, таңдаңыз, байқауды. Нені, кубиктар шығарамыз, сұрақтар. Ал енді 5 сұрақ қалды, біреуін таңдаңыз. Сіз таңдаңыз, содан кейін сөз сөйлейді отыр. Әлияға өскендей болғым деп ме? Жоқ, Әлияға да кек. Біз ардагерлерге жіберіп жатырмыз, айбет жүрміз. Сарғайған сағыныш бар еді. Сарғайған сағыныш бар дейді ғой. Махаббат, қиындық, бақыт, атақ. Осының бәрі сіздің басында. Бәрінің басынан өтті ғой. Бірақ қана қысқартып біреуін айтасың. Ақыры алғашқы махаббат орны бөліп қой. Осы қазіргі үстен кезінде, қазір біздің үйде жеңгелерім бар. Осында университетте доцент болып көп қой. Екеуміз танысқанымыз қызық болды. 71-ші жылы келдік. Мына жаңағы сердің айтқанда, мына осы жатақханада жатырмыз. Жаңағы қазір Ульвар 35. Сонда абитуриент сол кезде таныстық. Мен өзі Шымкенттен жігітпін. Келіншегім жаңағы ойқа келіншегі Қазақстандікі. Сонда абитуриент кезде таныстық та, сонымен жақсы бірлесіп, дайындалып, бірақ ол конкурсын өте алмай, мен оқуға түсіп кеттім. Сөйтіп келесі жылы келдім. Мен келесі жылы келгеннен кейін сәл пысықтау болдым. Сонда университетте комсомол комитетінің жұмысына қатысып жүрдім да, сен қозғалып бар ма? Осындағы қоғамдық жұмысқа қатысасың, абитуриенттерді кіргізесің, шығарасың, апарасың, алып келесің дейді. Мына жерде қызыл повестка бар, кәдімгі министр сияқты. Бәрін абитуриенттерді жетектеп, бірақ та қарасам ана жерде очередке документтерді тапсырайын. Абитуриенттер тұр екен, қарап, күшті бір қыз таныс маған. 20-30 балалардан келіп тұрған кейін қасына ақын сылтауға барсам, баяғы менің жаңағы алғашқы танысқаным Мүскін махаббат. Содан кейін махаббатым. Мен бардымдағы амандастым. Танисың ба? Мен әлі тоже жетіп қойдым. Ана айтты. Ну что, әлі тоже жетіп болсаң, қайтейін сен? Одан кейін сасып қалдым. Ретімнің жеті, бәленбай адам 50-60 адам отыр екен, документімді мен безуші тапсырайын деп мүмкіншілігім бар ғой. Әкеңіз бір өткізіп қойып аяйын деп, жоқ деп қысып қалдым. Одан кейін қоймады, ескертетін болсам да енді, мұндақта жұмыс жүріп жатыр. Анаған қайтадан барғым келеді, бірақ қайтарып тастады. Ақыр болмағаннан кейін бір сағатқа дейін жақында ақыр бардым. Өткізіп берейін, енді шаршадың ғой деп. Күн ыстық, жарайды ма деп берді. Содан артында апарды, 5 минутта апыр топырын шығарып өткізіп, қағазын апарып қолына бердім. Рахмет деді. Оның кейін ойдым, қайда тұрасың? Жатақханада. Мынау жатақханада болсын. Мен басқа жерде тұрамын, мен студент. Содан кейін, не істеп бөлмеді? Оны не қыласыз деді?
жатақханада тұрамын. Мынау жарайды, жастар рахмет деп кетті де қалып. Мынау қайтып дедім де, сол жұмысқа бардым. Содан кейін мынау кинотеатр генератор ол кезде істейтін атақты келген жастардың барады деді. Содан қалтымда ақшам жоқ. Содан бір 80 тиындай ақшам бар екен. 80 тиын. Содан кейін барып ана қызға билет алып келуге кинотеатр Ленинге бардым. Барсам қырсыққанда 2 сериал кейін екен. 20 тиыннан 20 тиын, 20 тиыннан 20 тиын, 80 тиын. Қалтымда ровно 80 тиын бар. Енді мен оған барып жүріп бердім керек қойдым. Содан екеумізге билет алдық та келдік. Содан кейін жатақханаға келдім. Ол кезде енді жаңағы мүмкіншілігім бар, келіп жаңағы Пішембаевады тауып алдым. Содан кейін түсті. Есіктің алдына шығып тұрмын, қазына барып бульварына бастым. Содан шығып тұрмын, кейін ана жаңағы неге келдіңіз деді. Мен неге келгенім бар, енді мен сені киноға алып барайын дедім. Мен кино көруге келген жоқпын деді. Мен абитуриентпін, мен сабаққа дайындалуым керек, оқуға түсуім керек. Мен киноға келген жоқпын деді. Мен қайтеді екен деді мен. Мен не істейін дедім. Қыздың алдында енді қанша тұрма адам ыңғайсыз ғой. Кейін барып билетіңізді өткізіңіз деді. Қалай өткіземін мен енді ыңғайсызданып тұрмын. Жоқ, болмайды деді. Мен естілетін киноға апарып қой. Кешкі сағат 5-тің кезі. Содан ақыр болмаған екен. Жарайды, өткізбесеңіз маған беріңіз деді. Қуанып кетіп, жақсы болды. Алды да ортасынан жыртып лақтырып жіберді. Өзі анау кезде ол кино екі сериялы фильм үнденбей Гита мен Зита бар. Гита бір бөлек кетті. Орта жұртта адамымызда мен бармайын дейді. Содан қайттым дейінші. Жақсы, махаббатымыз. Содан үшінші курсын болғаннан кейін қосылдым. Енді қайда барса Мүслима той жігіті бар деп, министр сияқты менің атыммен енді былай дәлесіп бар. Қазір менде құдайға шүкір. Ол солтүстік, мен оңтүстік, екеуміз тағдырдың жазуымен осы екі жақты ренжітіп бүйтіп орталық Қазақстанда қалды. Балаларымыз ержетті. Жақсы. Естеріңізге түсіп, барлықтарыңызда ойларыңызда бір махаббаттарыңыз өткен шығар. Қалай танысқан кездеріңіз ойларыңызға түсіп. Енді осы жерде құдықтап сөзді мен Ерсін Мұсабекұлы сізге бергім келіп отыр. Мына жерге ардагерлерге бір құдықтап сөзіңізді айтып, содан кейін ары бір кубик қайнасаңыз. Әуелі құдықтап сөзіңізді айтып алыңыз енді. Рахмет. Мынау енді шынымен де бұл өте әсерлі, тамаша кештің куәгері болып отырмыз. Енді бұл орталық Қазақстан арқа баспасөзінің қара шаңырағы дейміз. Егеменнен кейінгі екінші газет деген бейресми атымыз бар. Мінезді газет деген характеристикамыз бар. Бұл той 90 жылдық мерейтой, жалғыз сол редакцияда қазір қызмет етіп жатқан құрамның ғана той емес, төрімізде тұрған ақсақалдарымыз, біздің ардагерлеріміз, ағалымның, одан кейін ормандай қалың оқырманның ортақ қызығы, ортақ қуанышы, ортақ тойы. Біз өйткені оқырмансыз газет, қашанда газет болмаған, ақпарат алмасудың шапшаңдығы жөнінен ақпараттық кеңістікті озық технологияның жемісі сайттар мен порталдар үстемдік етіп тұрғанда газет болмайды, газеттің күні осымен бітті дегенде пікірлер айтылған, бірақ қоғам бар жерде қоғам тыныстап тұрған уақытта газеттің де бем үзілмейтініне, оқырманның да сол газеттің төңірегінде қаламгерлер жүрген қаламгер қауымның да көзі жетті, көңілі сенді деп айта аламыз. Өйткені газет қашанда қоғамның айнымас ажырамас бөлігіне айналып кеткен. Енді 90 жылдық тарихты толғап әріден беріден естелік айтатындай емес, естелік жөнінде жаңа ақсақалдарымыз айтты, холдингтің басшысы айтты. Енді біз осы барша қауымды, оның ішінде ардагерлерімізді, оқырмандарымыз сіздерді шыны керек мерейтоймен осы биылғы сол қаңтар айындағы алғашқы нөмірімізден бастап кешегі күнгі 23-ші нөмірімізге дейінгі сандардың әрқайсысында осы орталықтың өткені, сол кездегі қызмет істеген ағаларымыздың, ақсақалдарымыздың естеліктері арқылы осы газеттің тарихын шежіресі біраз тарқаттық деп айта аламыз. Ләззат қарындасымыз отыр, осы мерейтойға қарсы өзіміздің туған бауырымыздай болып
Қарағандыда қазақ тілді басылымға ақпараттық орта зәру болып тұрғанда туған бауырымыздай болып соңымыздан ілескен Қарағанды хабары газетінің бас редакторы. Осы кісілердің өтінішімен сол мерейтойлық сұхбатты осы Қарағанды хабарына да беріп жатырмыз. Барлық телеканалдар, телеарналар хабарға шақырып әртүрлі түсірілімдер де жасап жатыр. Осының бәрі осы Қара шаңыраққа деген облыс төңірегіндегі рухани ортаның құрметі, ниеті, аппақ пейілі деп табылдық. Рахмет. Енді біздің бүгінгі жасарған орталықтың осы аға буынмен сабақтастығы, шығармашылық байланысы қалай деген сұрақты жиі қойды бізге. Туған әкелеріміздей, туған ағаларымыздай кезінде осы кісілерден үйрендік, қаламымызды қалыптастыруға. Бір нәрсені жаңсақ жазса, ертеңінде келіп мына жерінде бұлай болғанда дұрыс болар деген дүниелерді айтып, бізді тәрбиелеген осының төрде тұрған үш ағамыз, төреған ағамыз келеміне айтты. Енді өмірден озып кеткен, біздің өміріміздегі үлкен өкінішке айналған ағаларымыз бар. Осы Қара шаңырақты 22 жыл басқарған қазақ баспасөзінің қараман атанып кеткен Ислам Көбесінбай ағамыз. Ол кісінің өзі жеке дара бір мектеп болып өтті өмірінде. Тамбашылауға ел бастаған. Әзірге ұжымдағы қыз жігіттер бар, бірақ сол Мағаш ағаның шекпенінен шыққан сол мектептің түлектерімізді мақтанып көрген. Осы ағалардың игі дәстүрін жақсы дәстүрін жалғап, соған қиянат жасамай, аманатқа адалдық танытып, өздеріңіздей газет оқымар оқырмандардың ортасында газетіміздің беделін түсіріп орнына қызметін берсе, соның өзіміз үшін үлкен кәсіби бақыт деп бағалаймыз. Жаңа бұрынғы журналистика мен қазіргі журналистика деген сұрақ болды ғой. Тоже сізге ойылды ма? Енді бұрынғы журналистика дегенде біз осы жаңағы Қамелин айтып өтті ғой, үлкен жинақ дайындап жатырмыз. Осы жинақ дайындау барысында 90 жыл бойы жинақталған газеттің теңгелерін ақтардық. Сонда бір керемет дүниелер. Сол кездегі ағаларымыздың тіпті 30-40 жылдардағы жазылған сындардың тілі, керемет тілі. Кәдімгі қазақы тілі. Біз қазір кейде өкініш танытамыз, кейінгі буын жастардың интернет тіліне қарай бейімделіп бара жатқан. Сол кездегі бір қаймағы бұзылмаған қазақы тілдің керемет тіліне сүйсіндік. Солардың ішінен таңдап жинаққа салып жатырмыз. Кейін қолдарыңызға тисе оқисыздар сол жинақ. Сондағы фельетондар, сондағы сындар өткір. Жай репортаждың өзінде мөлдір өтіп тұрып жазылған дүниелер. Соның бәріне сүйсініп, мен кейінгі жастарға соны көрсетіп, оқыңдаршы, керемет тіл бар. Анау бізде кейде қазақтың әдебиетінде жазушылардың өзін жақсы жазушы, талантты жазушы, бір кем талант деп бір-бірімен салыстырып жатамыз ғой. Мысалы, бұрынғы қаламгерлердің анау әуезов бастаған көшті. Қай-қайсында болса да, мысалы, шеберлік кемшін болып жатыр, бірақ тіл бар. Тілдер керемет, тілдің шұрайы керемет. Сондықтан жазушының жақсы жаманды таңдап талғамай бәрін оқи білу керек. Кітапханаға келіп жүргеннен кейін сіздерге айтады. Газет те солай. Газеттің қызметкерлерінің де жазғаны солай. Әрқайсының өзінің стилі болады, өзінің шеберлігі болады дегенде. Сол енді біздің ортақ қуанышымыз, арқа жұртының ортақ тойы, осы Қара шаңырақтың тойы құтты болсын. Шығармашылық байланыста олай келіңіздер редакцияға, өздеріңізбен көріңіздер, газет қалай шығып жатыр, газет қалай дайындалып жатыр. Біз қашанда құшақ жайып қарсы алуға білгенімізді үйретіп бағыт беруге дайынбыз. Өйткені біз мына кісілерден алдын қойғанбыз, осы кісілерден алып қалғанбыз, соны жалғастырушымыз. Жақсы, рахмет. Кездесу үшін кітапхана басшылығына қызметкерлеріне жұмылдан мыңдарды алғыс. Ал енді бір сұрақ таңдап жауап беріп кетіңіз сіздер мына жерде. Көгілдірді таңдайықшы. Көгілдір. Қалам қарыштап өсу қоғамыз. Жаңағы сұрағыңыз көтіңізді. Қазір енді... Жоқ айтқанымыздар осы сейіп тұр ғой. Енді қаламда қасиет бар. Қаламда қасиет бар, қаламда құдірет бар. Кейде
Мысалы, мен өз басымда көп жағдай болады. Бір тақырыпты алып, осыны жазам деп жүргенде көп ойланамыз, көп толғанамыз. Біраз уақыт кәдімгідей теңселіп жүреміз. Бірақ ішкі әлем, ішкі дүние дайын емес сияқты соны жазуға. Бірақ келіп мына столға отырып, қолына қаламын алғанда көсіп кететін жағдайлар болады. Сонда мен айтамын, қаламмен келетін қасым. Өкінішке орай қазір біз перне тақтаға ауыстырып алдық. Қараңдай компьютермен бірден компьютермен тереміз де. Соның өзінде де мысалы дайын емеспін деп келгенде компьютерге отырғанда енді ғарышта өсу деген бір-бірімізді мақтағанмен өспейміз. Ізденіспен ғана өсеміз, үйренумен ғана өсеміз. Сол қоғам енді қоғамның тынысы, қоғамның тынысын бағу, соны бұқараға жеткізу, дәйекті, дәл фактіменен ақпарат беру біздің парызымыз. Біз бұқара мен қоғам арасындағы алтын көпір басқа сөзіміз. 29 филиал қосылды қазір. 29 филиалда біздің үлкен бір оқырман, үлкен ақсақал ағамыз отыр, осы жерде. Бұл жаңағы үлкен Востоктағы 29 филиал біздің филиал оқырмандарын Тілемес Әли Қанапияұлы деген ағамыз отыр. Сіздердің штаттан сіздер отыр. Бірақ біздің осы 29 филиалдың тұрақты оқырманы. Аға сөз кезек өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Құрметті орталық Қазақстанның 90 жылдығына қатысушылар, еңбектеріңіз жемісті, өмірлеріңіз келісті болсын. Мен өзім мынау оңтүстік шығыстағы 29 кітапхананың тұрақты оқырманымын. Туған жерім қасиетті Қарқаралы жерінікімін. Мен өзім осы орталық Қазақстанды сүйіп оқимын. Соның штаттан тілші болғаныма 12 жылдай болды. Осының тұрақты мақалаларымды беріп тұрам, осыған өлеңдерімді беріп тұрам. Қарағанның 70 жылдығына берілген сіздерге қатысып отырғандарың ішінде мынау Сүйіндік Жанысбай, Әли Тойжігіт деген менің туған бауырымдай болып кеткендер. Соларға қатысып отырған жан сөздерін тыңдап отырмын мен. Мынау оңтүстік шығыстағы 29 кітапхананың мен тұрақты оқырмандарым, соның біреуінің ардагерлер осында тұрақты қатысып тұрады, бәріміз бас қосып әңгімелесіп, кітап оқып, журнал оқып отырамыз. Түрлі мәдени шаралар өткенде солардан қалмаймыз. Мінекей айтады ғой, кітап өмір бұлағы, білімнің шырағы дейді. Сондықтан кітапты жастайымыздан оқыдық. Айтқанда, мынау Қасымның өлеңдерін, өзіміздің Абайдың Абай жолы өлеңдерін, Махаббаты көп жылдар деген бір кітаптар болған. Осының бәрін тұрақты оқырманы болдық мінекей. Кейінгі мінекей осының штаттан тілші болғаннан кейін мен сол енді белсенділік көрсетіп 80 келген жасым бар, көпті көрген басым бар дегендей жақсылықтың жаршысы болып жүрген жайым бар. Бүкіл өлеңдерім шыққан Қарағанның 70 жылдығына сондай мінекей. Сондықтан марқұм Мағауия Сембайдың кезінде иман байлығын берсін. Соғыстың кезінде мен тұрақты барып тұратынбыз. Кейін кезде мынау індетке байланысты көп шықпай, о жаққа бара алмай жүрміз. Құдайға тәуба. Мынау бұл індеттен де құтылатынымыз ол ақақ. Ол үшін сақтансаң сақтайын деген сақтықта қорлық жоқ дейді. Сақтанып жүргеніміз абзал болады. Кең заманға келетін сол сөзсіз, сол тұрақты бүкіл адамдарға байланысты нәрсе. Сондықтан енді мынау кітапхананың салтанат басқарып отырған кітапхана өте бізге кітаптың қоры өте бай. Осында тұрақты біз оқырманымыз, түрлі мәдени шаралардың бәрін осында өткіземіз, осында қатысып отырамыз. Иншалла Алланың берген бірін жақсын жасап, осында көп уақытымыз осында өтеді. Сіздерге осында бас қосып, осындай 90 жылдығы өткізіп отырған шараларымызға көптен көп рахмет. Осындай шараларымыз көп болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын, өмірлеріңіз келісті болсын. Бақыттың назарында, Алланың назарында жүруге баршамызға нәсіп етсін. Еліміз, жеріміз аман болсын. Иншалла халқымыз аман болсын деп білемін. Жақсы рахмет. Бата беретін үлкен ақсақал адамдар біздің ортамызға келіп, біздің кітапханалардан сусындай берсін, кейінгі жастарымызға үлгеніңіз арта берсін. Көп рахмет. Жақсы, жаңағы ұяшықтарға келеміз. Енді қамбар бір ұяшықты таңдап кетіңіз,
Сіздің уақытыңызды қатар жеміз қарап үшеу алған екен әрі таңдаймыз сосын. Көп таңдаймын. Көп. Қаламы ұшқыр, тілімірдің оғындай, журналистер сізге ұнай ма? Қандай әріптестеріңіз атай аласыз? Әрине енді жаңағыдай өткір журналистер болған ол газеттің де кез келген басылымның кез келген бұқаралық ақпарат құралының бағы ғой. Сол бұқаралық ақпарат құралының алға сөйлейтін де солар. Негізі газетті қоғамның алдында бедел өсіретін, газетті дамытатын, газеттің сөзі өтімді болуын қамтамасыз ететін, сол сын проблеманы көтеретін журналистер. Сондықтан да әрине маған түрлі проблемаларында деген журналистер газеттер болмайды. Қандай әріптестер десеңіз көп қой. Бізде жеке дара қалай отыр болады екен. Бұрынғыдан енді айтатын болсақ, кешегі Шерхан Мұртаза ағаларымыздан бастап нағыз бір өткір журналист, сол кісімен айтуға болады ғой. Камал Смайылов, мысалы, мен Камал Смайылов пен Шерхан Мұртазаның жазған хаттарын жинап оқып шықтым. Керемет дүниелер айтылған. Қазір болып жатқан нәрселер сол кезде Камал Смайылов керемет болжап жазған. Қазір интернеттің ақпарат технология бәрі бар соның ішінде. Сол қай жылы қалай болатынын бәрі болжап жазып кеткен. Керемет сауатты, керемет ізденімпаз журналистердің көзім жетті. Содан кейін мен үлгі алған көбірек қанша рет қайталап оқыған журналист Жұматай Сабыржанұлы. Өкпелесең өзің біл деген кітап болған. Оның өзін баяғы бір әріптесім беріп, содан ұмыттырып, сол кезде бермеген сол кітапта. Сол кітап мен үшін өте құнды кітап. Өте аз жазады, бірақ саз жазған. Өте өткір жазған, тайсалмай жазған осы. Сол егер журналист болғысы келген жастарға мен сол кітапты оқушыға кеңес беремін, өкпелесімен деген Жұматай Сабыржанұлы кітап. Одан кейін өзіміздің арамызда әріптестеріміз көп енді бәрін бөліп жарып айтуға болмайды. Жақсы, рахмет. Жақсы. Көрейік, Ләззат енді сөзге өзіңізге келіп қалды. Әуелі мына біздің ардагерлерге бір тілегіңізді білдірсеңіз, келіп отырған, содан кейін бір ұяшты таңдасаңыз. Енді мереке құтты болсын. Газеттің 90 жылдығы бір өте жақсы ғибратты кездесу екен, оқырманмен бетпе-бет кездесу деген. 2 жыл болып қалды ғой, қазір арамыз үзіліп қалды оқырмандармен. Сіздерге сонда мүмкіндік үшін көп рахмет. Мен ардагер ағалардың бәрін білеміз ғой, бұл залдарында өстік, осы бірінші практикамыз орталық Қазақстаннан бастағанбыз. Бұл кісілер бізге аңыз адам болатын. Мен орталықты өте сауатты, осы күнге дейін біздің қазақтың тілін мәйегін сақтап отырған, сауатты, көркем, сондай газет деп есептеймін. Қазір айтып жатыр ғой, интернет келіп жатыр, тіліміз, сөйлеу жүйеміз, ауызсөздегі сөйлеуіміздің барлығы бұзылып жатқан кезде, осы газет арқылы ғана біз көркем жазуымызды барлығын осы газет арқылы ғана сақтап қала аламыз. Сауатты жазудың да үлгісі бола алады бұл біздің газет бізге. Қазір мысалға интернеттің заманы болғаннан кейін, әрине жаңалықты бірден интернеттен естиміз, бірақ ол естіген интернетіміз жаңалығымыз сол сәтте ұмытылады. Ертең басқа жаңалық келеді. Яғни сайтта бүгін бар жаңалық, ертең ол ғұмыр болмайды, бір-ақ күндік. Ал газеттегі материалдың орны бөлек. Себебі сіз газетте болды өтті емес, сіз сараптама оқисыз. Бұл өткен оқиғаны талдайып, ол талдауы тек қана газеттің бетінен аласыз. Ал интернеттерде үлкен ауқымды материал оқуға адамның психологиясы келе бермейді. Сондықтан бізге газет өте қажет. Сараптама оқу үшін газеттен оқудан қазір айырылып бара жатырмыз. Бірақ оған оның да өте заман керек деп ойлаймын. Себебі бізде қазір таңдау болып жатыр ғой. Қазір барлық ақпаратты қабылдап жатырмыз. Кейін оқырман өседі. Өзінің белгілі бір деңгей дәрежесі қалыптасқан кезде оқырман газетке қайтып келеді деп есептеймін. Себебі Европада көршілес Ресейдің өзінде метрода, көшеде газет оқып отырады оқырман. Яғни біз оқырман қайтып келеді деп есептеймін. Әрине, мына Сарыарқа медиа холдингі жаңа заманауи нелерді қолданып жатыр, видео форматтар қосып жатыр, сайт қосып жатыр жаңалықтарына. Заман ағымымен бірге қадамдап келе жатыр. Сол енді сіздерге осы
бір шежіре болып қалған, біздің облыстың тарихының айнасы болып қалған дүниені жасағандарыңызға, сол жерде жүргендеріңізге, сол сіздермен қатар, сіздерді ілге алып, біздің де келе жатқанымызға қуаныштымын. Мен мүлдем енді газетте жұмыс істеген кезімде газетке келемін деп ойламаппын. Қазір газетке келгеннен кейін барып түсініп жатырмыз. Әрине сіздер шеректеріңізге де келмейміз мүлдем. Қандай ауқымды жұмыс екендігін енді байқап жатырмыз. Сондықтан сіздердің алдарыңызда бастарыңды иемін. Сол жасай берсіңдер. Біздің алдымызда аға болып, жаға болып сіздердің үлгілеріңізді ала берейік. Бұлдай шықпайтын шығар деп ойлаймын. Жасыл дедім. Жасыл. Сағат өседі. Жоқ, бұл еді ғой. Бұл. Жарайды, келесі. Қазір қоғамда журналистердің орны қандай? Қазіргі басылымда шыққан мақалаларға көңіліңіз тола ма? Болмаса неге? Қазір енді еркіндік бар. Кез келген тақырыпты көтеруге болады. Мүмкіндік бар. Сосын кейін бізде көбінесе бір ғана бір кедергілер болады. Кей материалдарды көтерген кезде міндетті түрде соған байланысты сарапшылардың, құзырлы органдардың комментарийін аламыз керек. Бізде сол жерлерде проблемалар болып жатады. Себебі бір оқиға болады, проблема болады, соған байланысты жауап беретін құрылыс компаниясынан, әкімдіктен, дер мезетте бүгінгі нөмірге беруге болатын кезде ол комментарийлер дайын болмай қалады. Ол бір хаттамалық тілмен болады мысалға. Сол себепті материал жасауда бізде көбінесе кедергілер көп болып жатады. Және бізде қазақ тілді спикерлерге байланысты Қарағанды қаласында проблемалар болып жатыр. Мысалға орыс тілінің журналистерінің дереу беретіндігі жаңалықтың барлығы бірден орыс тілінде беріледі. Одан кейін ғана аударылады. Не болмаса бізге спикерлер оның сөзін аудару керек болады. Содан кейін бізде кешеуілдеп жүрек. Ол деген біздің сауатсыздығымыздың, біліксіздігіміздің кемшілігінен емес. Бізде қазір ақпаратты бірінші тек қана орыс тілді басылымдарға беріп, солардың ғана назарын аудару керек, солардың ғана көңіл табу керек деген біздің биліктің өзінің көзқарасына газеттердің, қазақ тілді газеттерге назардың аударылмай отырғандығынан да мәселелер бар. Сол себепті біз олардан кем жазбаймыз, олардан мықты жазамыз. Олардан мықты жазамыз, сапалы жазамыз. Бірақ бізде азғантай ғана бір орысша сөйлейтін биліктің кесірінен біздіңге деген көңіл бөлінбей отыр. Әйтпесе бәсекелерді беріп, олардың алда, оларды мықты жазып жүрген журналистеріміз. Сондықтан көңіліміз толады, бірақ біздің жазған мақалаларымызды шенеуніктер оқымайды, содан кейін назарға алмайды. Орыстардың шығарған материалдарын сразу назарға алып жатады. Сол себептен ғана бізде не болып жатыр. Сондықтан газеттер егер оқырман азайып кетіп жатса, таралым азайып кетіп жатса, бұл біздің кінәдан емес, бұл кейбір қоғамдағы мәселелер. Жақсы, рахмет. Қонақтар, сіздерге жаңағы 9 яшықтан да 9 яшығымызды түгел таңдап біттік. Енді біздің мына жерде отырған студенттеріміздің сұрақтары бар екен, бұларда енді бір-екі сұрақтарын қойсын. Жаңағы. Осы сурет сіздердің ойларыңызды білгіміз келіп еді. Яғни осы жердегі суреттен сіздердің естеріңізге қандай естеліктер болмаса қандай оқиғалар түседі? Майшам. Майшам, біреу керосиншам. Керосиншам. Енді сіздердің пайдаланған заттарыңыз ғой бұл. Бір естеліктер болады. Сен айтып жүріңіздер, естеліктеріңіз. Майшаммен жұмыс жасадыңыз ба? Керосинмен. Оқыдық қой, бірақ жұмыс жасаған жоқпыз. Бала кезімізді оқыдық қой. Бала кезімізді оқыдық, сол жабық қойып оған андай жарығы үстіне түсті деп, қағаздан қалпақ жесіп қоятын газеттерде. Стеклосына, иә? Газеттен Стеклосына сөйтіп жаңағының астына қойып қойып, кітабымызды қойып қойып оқимыз, соған қарап отырып жазамыз. Оқыдық солай. Бала кезімізде. Менің мектебім бар. Жаңағы мынау шамға қатысты. Керосин шамға. 90-шы жылдардың басында тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ауыл атаулы жарықсыз қалды ғой. Қалада ғой. Сол кезде ауылға қысқы каникулға келдім, бірақ наурыз айында ма екен, сәуір айында ма екен, бір ғылыми конференцияға баяндама жасау керек болды. Әлі есімде тақырыбым Омар Хайям мен Мағжан шығармашылығындағы үндестік. Сол
күндіз әкем жұмысқа салып қояды, қыстың күні демалыс. Жазуға каникулда бітіріп әкелдірген 7 жыл. Жазуға түнде ғана отырамыз. Бет жоқ, осы майшамен жазып шыққан сол баяғы. Майшамен кітап оқитыныз? Жалғасы бақылап жатырмыз ғой. Келесі шамын Машинка ғой. Бұл есептеріңіз есіңізге түсіріңіздер. Бірақ менің сол Мерседес деген машинка болған Мерседес деген Мерседес деген мгновенный весна деген кино бар ғой, сондағы кеттің басып отыратын, сонда жазып отыратын сол Мерседес машинканандай өзі ойын әлгі қапта, басқанда тоқ өтеді. Және өте мықты біздің кейіннен шыққан ятран оптималар болды ғой, олар сияқты әлсіз емес, олардың бәрі сыртының бәрі пластмассы болды, сынып қалады. Анау тура қаңылтыр тиемін, бір күні бірдеңесі бір әріп ұшып кетіп, осы қалада осы Нұртәләндегі көшесінде бір мастер тауып алдым да соған жөндетіп, енді сол үшін ол кезде автобуспен жүреміз ғой, сол автобуспен көтеріп әкетіп бірсін бір орыс күледі. Енді Мерседес мініп жүрсе, Мерседес көтеріп менің сол мына жерде бір талай кітаптарым тұр менің. Соның бәрі сол Мерседеспен басылған шығармалар. Бұл машинкада адалдық танытқан біздің әріптесіміз болды. Компьютерді үйренмей кеттім, артым өлергенше машинкамен басты. Енді қараңыздар, ерекшелігі машинканың. Бұнда өшір алмайсыздар ғой. Компьютерді қазір өшіресіздер, қазір жүрсеңіз өтеді. Мынада өшір алмайсыз, ол сол бетте кетеді. Енді мен бір сөз қосып сөйлейсің машинкаға. Мен бүгінгі мереке орталық менің шаңырағым. Өйткені мен 1976 жылдың үйелінің айының ортасында бірінші еңбек жолымды журналистика орталықтан бастадым. 76 жыл. Ол кезде сендер жоқсыңдар. Мен сондықтан да мені қанаттандырған журналистика саласын шығарып салған, үйреткен, машинкаға қалай басуды үйреткен осы менің орталығым. Менің орталығым, менің алтын ұям, мен мақтанып жүрмін. Бұл бір. Екіншіден, осы маған көргеннен кейін есіме түсіп кетті. Ау жерім бар онда, мен жоспарларымызда ау жерім жұмыс істеп жүрмін. Сонда Айша дейтін апай болды. Айша келгеніміз бар. Мен жаңадан келгем. Жазған бұл кісілермен. Енді машинка бастап келсе, машинка жоқ. Енді бұғыз, мұна машинка газетте бірақ қана үлкен зал білгені болды. Бірақ машине беруде, ол үйде жоқ. Неге ақша бар, мұндай машинка магазин сатып алуға бар, қазақша сөйлеп жоқ. Одан кейін оның қандай пайдасы болды? Ол жабөлің жазғы материалдар, орысша әріппен жазған екен, ол масқара ғой енді. Қазірдай компьютер жоқ, қазірдай сотка жоқ, ол кезде. Содан жаңағы апайға барамыз. 2-3 күн жүрдім ғой материалдар. Маған мөлшері жоқ па? Маған кезі келмейді. Кет. Одан сүйекің барады, асықпай жасап, аузының барады. Жаңадан келген тұратыр сен дейді. Андай неге бетіп жүресің? 3 күннен кейін бастырған, әлі есімді Айшаға бастырған, бірінші қалмайды. Сондықтан орталығым менің құтты болсын айналады. Керемет телевизияда радиода машпиро дейтін болады. Онда байлар отырады, машинистка. Кезекке тұрады өз алдына. Одан кейін олардың көбінің тәжірибе жинақтаған мықтылар. Сондай сен диктовать етуге келесің, аудармаға келесің сол кезде. Сөзінің аяғын күтпейді, өздері басып қойды. Біледі, немен аяқтайтынды, жаңағы сөзді сөйлеуді, әсіресе жаңалықтар, соңғы жаңалықтар тез беру керек эфирге сол кезде. Апайлар кәдімгі. Біліп отырасыз мұнда. Бір тағы қандай қиыншылықтар? Мен телевидение істедім ғой. Жаңалықтардағы қарайсың, машинистка басатын кісілер журналистерді ұнатпайды. Неге дейсің? Жаңалықтарды сәкек біледі. Неге десеңіз, или сценарий бір бет жазамыз, кейін главный редакторға апарып келеміз. Главный редакторға айтады, мынаны сызып тастайды, әріпті. Мына сөзді сызып тастайды, мына жырмындай қосу керек дейді. Жарайды, рахмет, ол дұрыс. Ал енді қазір не істейді? Қайдағда мен жаңағы Қайдиша апайға бардым, Қайдиша біз естеді ғой апай. Машинистка барған екен, ана апай машинистка.
бір бетті қайтадан бетей басу керек қой. Екі өзгерістер болады. Екі жерден өзгеріс жасайды. Қайтадан басу. Сонда ол кісі ұнатан ба? Қазір мен қазір компьютерде бірақ екі себепті ол ана қолын өзіңіз мақаланы жазып, қолмен жазып, машинаға диктовать ол бір сағат. Одан басқа тағы мысалға, ол кезде бізде газет аптасына 6 рет шығады. Конференциясы, облысбокомның сессиясында отырады, съезде жүріп отырады, конференция дегенде. Сонда балалар орыстарға береді докладты, олар ертең өтейді, екінші жазып бізге береді. Біз есеттер, секундар көріп, кейде кезімізде біз текст аламыз дейді. Ол отырған сол тексті диктовать етеміз машинкаға. Болмаған жаңағыда. Бір қарап аламыз да бүйтіп, бір сөйлемді. Біз абзасын оқимыз да, алды. Уже апта сөйлеген кезімізде ашып тұр. Кейін ептік қате шығып кетеді әрине. Ауыстыра саламыз бүйтіп, есептеп жөнді. Соға дейін төсілік. Негізі мынау сұрақ қоюда журналистердің креативті тәсілі қатты ұнап отыр, өте жақсы. Ешқандай сөз жоқ. Себеппен қаншама енді бұл жаңағы машинкамен компьютердің арасын айтатын болсақ, әрине үлкен өзгеріс болды. Кәдімгідей өгізден атқа мінгендей болды ғой. Компьютерге көшу. Сіз білесіздер, ананы бір рет жазғаннан кейін айтып отырған болармыз. Бұл жерден қате кетсе қайттан компьютер керемет үлкен жеңілдік әкелді журналистерге. Енді бір өшіресің, көшіресің ба, өшіресің ба, керемет жеңілдік. Бірақ екінші жағынан Аман ағамыз айтып отырғандай, біз бір нәрсені жоғалттық, жаңағы диктовка деген нәрсені. Біз соңғы рет жаңағы диктовка жасаған журналистерді осы машинкамен бірге жоғалттық. Осы Аман ағамыз, Ерік ағамыз, сүйікті ағалар, осы ағалардың диктовка деген ойша айтып тұрам. Жаңына келеді. Бірден мақаланы айтып тұрам, өз елестесіңдер, қазір олай ешкім біз соны жоғалтып екінші жағынан жаңағы жылдамдыққа қол жеткізіп, бірақ бір жағынан бірақ сол диктовкамен айтқанда адамның есінде қалады. Қараңызшы, сақталады, жақсы. Ол жаңағы мына жерде компьютермен жұмыс жасағанда емес, уже айтып тұрған адамның сөзі, сіз мынаны басып отырған арасының сөзін есіңізге алып отырасыз. Жақсы, рахмет. Ал енді алғашқы іс-сапарларымыздан қалған жарқын естеліктер, қазіргі 90 жылдардағы жаңағы қиын жылдардағы ауыл өмірлері. Естеріңізде, журналист қайсысы айтасыздар? Қандастар келе бастады ғой, қазір өгіз оралман, қазір қандастар. Сол кезде ауылдар көп аралап, ауылға барып олардың орналасқанын, қалай жұмыс істеп жатқанын, сол кезде тура ауылдардың келбеті барлығы 90 жылдар есте қалды. Ана ауылда не жоқ, мысалы бір ауылға бар, мынау неге Восход, Закиш. Восток. Ол кісі не өсіп мағаландар өсіп сол бір бар, онымен хабарын тұрсын, сөйтсе жаңа сүт сауып жатыр, сүт көп, сиыр, бірақ алып кететін машина жоқ, алып өткізетін жер жоқ, сонда сүт бұлақ болып ағып жатыр. Сүттен бұлақ ағызып жатыр деп сонда бір репортаж берген есінде тура жаңағы ауылдардың сол есіне түсіп кетті. Сондай да болған. Одан кейін Қарашыда қалтыраған Қарағанды деп, 90 жылдары Қарағандыда жылу жоқ, жарық жоқ, от жақпаған. Біз сол қазан айының басында Жезқазғанға бардық, Жезқазғанда жылы таптамаша от жанып тұр, бізде жоқ. Содан жаңағы Қарашыда Қарағанды қалтырап отыр көмірдің үстінде деп, жаңағы балконда, степнойда бізде үйлерді балконда самауыр қойып, қазан асып от жаққан, одан кейін мәңгілік алауға келіп кастрюльдерін әкеліп жылытып, тамақ істегендерін кезекте тұрғанды түсіріп, соның хабардан беріп, одан кейін соңында жаңағы Қарағандының осы проблемасының бәрін білетін елдің бәрі біледі, Қарағанды біледі, бәрі басшылар бәрі біледі, білмейтін бір адам бар, ол облыстың әкімі Карловарда демалып жатқан Петр Михайлович деп беріп, басын бәле қалған. Әкім демалмай ма сонда демейді. Әкім неге демалып жатыр деп айтқан жоқ, мен просто нені сынды мына болып жатқан оқиғаны білмейтін бір адам бар, ол демалып жатқан сондай оқиғалар болған.
Мен жаңа сұраққа жауап бергенде тікелей әңгімеге көшіп кеттім, сондықтан мен мына әріптестерімді, аға әріптестерімді мына үлкен қара шаңырақ орталығы Қазақстанның 90 жылдығымен құттықтаймын. Осындай тағылымды шаралардың өтіп жатқаны қуанышты, көп әрине өтіп жатыр. Оның ешқайсысы еш уақытта артық болмайды. Мына бүгінгі отырған жастарға үлкен сабақ, үлкен әңгіме дегендей. Сондықтан осы 90 жылдық құтты болсын. Жаңа айтқанымыздай негізі бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі қазіргі ең арзаны, ең жаңағы қолжетімдісі ол радио мен газет деп ойлаймын. Қазір енді қанша жерде біз мына интернетке үңілгенімізбен қолымызда неше түрлі жаңағы гаджеттер бар, айфон бар, соған қарағанымызбен бәрібір ана газеттің иіскен газет оқымай, сосын жаңағы машинеде кетіп бара жатып радио тыңдамай, бәрібір жаңалықты толық біле алмаймыз. Сондықтан осы ең үлкен жақсы телевидение одан кейін келе береді, дегенмен телевидение шыққанда театр қалады жайына деп айтқанымыз бізде ол қалған жоқ. Әрқайсысының өзінің орны бар, әрқайсысының өзінің оқырманы бар, өзінің көрермені бар. Сондықтан мысалы біздің Қарағанды қаласы, қала атағын 34 жыл алған, не 10 жыл алған. Әлі 90 жыл болған жоқ. Ал бірақ орталық Қазақстанға 90 жыл, индустриальный Қарағандыға 90 жыл, Сәкен Сейфуллинатында академиялық облыстық қазақ драма театрына 90 жыл. Сонда осы руханият ошақтары көрдіңіз бе, қаланың атақ алғанға дейін құрылған, содан бұрын жұмысын бастап кеткен. Сондықтан осы руханият та, мәдениет те өнерді әрқашан өзімізбен бірге жасай береді деп ойлаймын. Осы 90 жылдықтар құтты болсын. 100 жылдығына жетіп, 100 жылдығын тойлайтын уақыт болсын. Жаңағы ататылған Мағауия Сенбай 22 жыл осы орталықта редактор болған жақын әріптесіміз досымыз айтатын, журналистің миы 24 сағат жұмыс істейді. Сол 24 сағат жұмыс істеп миымызда барлығы жүрсін, диктовкаға, сосын компьютер, қазір машинская деген апайлар жоқ, өзің машинская, өзің жазасың, өзің печаттесің, өзің эфирге шығасың. Мен енді анау Азаттық радиосында жұмыс істегенде бізде мында студияда эфирге шығасың, алдында оператор отыратын. Сол жаңағы дыбысты эфирге беретін сол кісі. Азаттықта олай емес, Азаттықта алдында тұрған жерде пульт, өзің сөйлейсің, өзің музыканы қосасың, өзің үшін микшер жасайсың, өзің уақытқа қарап отырасың. Сөйлемің тура уақытында аяқталу үшін. Сонда 3-4 мамандықты бірдей бір уақытта атқаратынбыз. Міне сол сендердің замандарың мінекей. Сендердің болашақта жақсы журналист болуларыңа, жақсы маман болуларыңа тілеймін. Командировка туралы жаңағы іс-сапар. Орталық Қазақстан істеген күнде мен хат бөлімінде істедім. Сонда хат бөлімінде бір хатыңызбен деген мақала жазамыз. Содан кейін мен фельетондарды мен дайындаймын. Бесеудің бұрышы. Бесеудің бұрышы. Одан кейін Қарағанды ақпаны болды мен келгенде. Сонда бір күні бір хат келіпті. Мына Радиковский, молодежный ауданы, қазір молодежный Сакарпал қосып жіберді ғой. Соны ең арғы шеткі совхоз екен. Содан бір Тәңірбергенов деген бір редакцияға хат жазыпты. Совхоздың директоры жұмыс істетпейді, жұмысынан шығарып жіберген, өйткен, бүйткен. Соны тексеруге бардым ғой. Содан барып сөйлесіп, содан кейіннен соның мақала жаздым, содан бір хаттыңызбен деп. Сонда мен совхоз директорының фамилиясы Кивелев деп жаздым мен. Кивелев. Өзі әкесі Мардуин, шешесі орыс екен. Сөйтсем Кивелев дегенде, ол ауызша айтқанда Кивелев болады да, жазған кезде Кивелев деген еғал қойыпты. Кивелев екен. Айтқан кезде акцентпен Кивелев деп айтылады. Сол естіген бойынша Кивелев деп жазып берген ғой. Содан кейін мен жаңағы одан кейін соңғы фельетон болып жазып, ол кезде мына Ара деген журнал болды, республикалық аймақта шығатын. Сол Араның мен осы Қарағанды облысындағы несін, штаттан тілшісімін, соған Араға фельетоным шығып тұрады. Сол оның фельетон болып, сол Араға жаздым ғой. Араның бір ерекшелігі, оның орысша шмел дегені бар. Араға шыққанда олар орысша аударып шмелге басады. Сөйтсе менің жаңағы фельетоным екі тілде шыққан ғой. Ол орысша шыққаннан кейін жаңағы Кивелев оқиды ғой енді жаңағы шмелдегіні. Сөйтіп менің үстімдерін сотқа беріп, өйтіп қойдық соға. Сондай оқиға болған. Бір әріптің. Жақсы, құрметті қонақтар, бүгінгі кешімізге келіп жақсы бір сөз қалдық деп ойлаймыз. Өздеріңіздің өткен өмірлеріңізді естігіңізге алып, 90 жылдық орталық Қазақстанның 90 жылдығы халқымыздың тойы, еліміздің тойы. Сондықтан да бүгін кешіміздің соңғы қорытынды сөзін кітапхана, Қарағанды қалалық орталық кітапхана жүйесінің директоры Карина Гүлжан Кәрімова сөзге беруге құрметті қауым, біздің бүгін мереке бәріміздің мерекелері
сізге құрметті ардагерлер алғыс. Бүгін бізде іс-шарада жастар, студенттер неге соғын оларды шақыртып, чтобы мыналар ардагерлер, сіздер журналистер оларға үлгі көрсетіп, сұхбатты тыңдап, олар мына маманды таңдап, мақтан тұтты сол мамандарды. Менде кітапханашыларда, кітапханаларында мамандықтар әдебиет тілі мамандар, журналистиктер, орыс тілі, әр түрде саланы бітірді. Сіздерге өте алғыс білемін, алғыс айтамын. Бүгін сіздер көңіл бөліп, жақсы сұхбатты айтып, бүгін кездесу сондай қызықты өтті мен үшін. Сосын сіздерге алғыс білдіріп, что сіздер бізді қолдап, мынау сұхбатты бірге өткізіп, сондай өткізіп жатырмыз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Жұмыста табыс тілеймін, шығармашылық, біздің аспанымыз ашық болсын, тәуелсіздік арта берсін, жастар болашақ, жастар бола жасасын, біздің сондай кездесуіміз арта берсін. Қабылғали мағамыздың қызы екен ғой. Әкең қандай тамаша сондықтан да осы кітапханамызда бір азналық сіздерге еске шықсын деп бір кітап ұсынамыз. Әрқайсымызда әрбір тақырыпта. Енді ол әркімнің жаңағы бір тақырыпты алып оқу міндет емес деп ойлаймын, бәріңізге бірдей түрде беру деген. Сондықтан да сіздерге көп рахмет. Енді өзіміздің әнұранымызға айналған атамекенімізбен кешімізді аяқтағым келіп отыр. Бірге орындап сіздерге осы кітапты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Сіздер оқып осы кітаптан ғанибет алып бізге келіп тұрасыздар деп ойлаймыз. Мынау сізге керек сияқты осы шаңыраққа байланысты. Алтын уақыттарымыздың бөлі біздің кітапханамызға келгендеріңізге көп рахмет. Біздің кітапханада бұл шара емес, өзім жазған осындай шаралармен өтеді. Өте тұлғаларымыздан бұл адамдарды шақырып ауданымызға танымал облыстың адамдармен кездеспек болдыңыз. Мұны осы әдейі осы өте тұлғаларым Қазақстан, орталық Қазақстанның 90 жылдығына арнап газеттен көріп отырсыздар, ақын қоса желтоқсан айында жаңағы Мираспен Жадыраның байқауы өтеді. Оның спонсоры Бекзат Алтынбеков. Енді қазір сол шарамен жұмыс жасап жатырмыз. Жастарды кітап оқуға тартып, олардың жаңағы өлеңдерін жаттау. 30 өлеңін жатқа білсе, қараңызшы қандай бала уже олардың шығармашылығына деген сүйіспеншілігі оянады. Міне бізге осы бастаманы бастап кеткен Бекзат Омарұлы болатын. Соны біз ары қарай жалғастырып, осы 5-ші рет өтейін деп отыр біздің кітапханада болып. Биыл осы мирастармен жылды аяқтаймыз. Ол кісі былтырғы октябрь айында келіп, Бағдат Бөбаровтан бастаған болатынбыз. Сондықтан да келген уақыттарыңызға көп рахмет. Қазір атамекенмен кешімізді аяқтаймыз. Бір суретке кейінсем бір суретке? Тұрып суретке кешіп. Тың қайтын жоғалтпадым. Кім? Өлең. Атамекен. Кездесуді айтпаймын. Сонда болып караоке болып кеткен. O zaman benim